Қой еті мен қара өрік қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 600 грамм майсыз қой етінің фаршы, 50 грамм қара өрік, 2 жұмыртқа, 100 мл өсімдік майы, 2 дана пияз, 2 дана сәбіз, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін біз фаршқа ұсақтап туралған 1 дана пиязды, ұсақтап туралған қара өрікті, 2 жұмыртқаны қосып, тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз фаршпен толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік табаға өсімдік майын құйып, ұсақтап туралған пияз бен сәбізді 2-3 минут қуырамыз. Әрі қарай дайын қуырмаға бір-бірінен тығыздап, саланганиді орналастырамыз. Ұқыппен жоғарғы деңгейіне дейін қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын жауып, 15 минут бәсең отта қайнатамыз. Саланганиді түбінен демей отырып, абайлап салыңыз. Тағамды ыстық күйінде балғын көк сеуіп ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.